Гүлшат Шеризат. Дастан. Жігітке Құдай берген қиын емес. Болғаным менің ақын биыл емес. Бетіне ақ қағаздың салып шимай, қиссасын Гүлшат Шеризат қылдым кеңес. Нәсілім сүйіндікпін, елім күлік. Жасымнан шыға қалдым өнер біліп. Кәріптің жұрт ішінде көңіл өссін деп сөйледім қыз Гүлшатты өлең қылып. Сөзімді естіген жан ұғып алсын, қапалы кәріптердің мейірі қансын, байғұстың бір сөйлеген сөзі ғой деп, кейінгі боз балаға мирас қалсын. Жүйріктің сөз сөйлейтін келді кезі, ойласам дөп дөңгелек дүние жүзі, қыз Гүлшат Шеризатпен ғашық машық, боз бала қалай тыңда қисса сөзді. Ішімде бара жатыр өнер қайнап, кетемін сөз сөйлесем оттай жайнап, дүниеге кім келмеген, кім кетпеген, қалайық осындайда күліп ойнап. Ертеде бір патша өткен, аты көркін, өзіне берген Құдай дүние мүлкін, билеген жеті жұртты асып күші, тұрақтап, кімге тұрар дүние шіркін. Жалғанда ондай болған патша жоқты, жігіттер әуес қылма бұзықтықты, болмаған мұңсыз пенде бұл жалғанда, сол патша перзент үшін болған күпті. Тұрады кімнен өтпей дүние жалған, әр түрлі патша көркін сарай салған, келгенше бел ортаға бала көрмей, қайғымен бала үшін қапаланған. Көре алмай бір жас иіс әлі күнге, жоқ болып еш мұқтажы мұнан өңгі, Құдайдың берер олы бұлай тұрсын, қыз түгіл зарық болды қызыл жүнгі. Қайғысы патшаның болды қатты, үйінде 40 күн тұрмай жылап жатты. Құдайдан маған перзент тілеңдер деп жидырған пақыр міскін жамағатты. Құдайға кәріппенде қылады наз, жалғанда кім бар дейсің қайғысы аз, тілегі қабыл болып пақырлардың, қатыны патшаның болды буаз. Патшаға буаздығы болды мәлім, аямас шахи көркін енді малын, бір қамал әр зауалға деген мақал, айтайын қалай болған енді халін. Жас едім, қариялардың сөзін ұққан, әруағы жақсылардың маған жұққан, қапалы шат болған соң көңілдері, ат мініп шахи көркін аңға шыққан. 10 түрлі сайман алған бір басына, 40 жігіт жолда салған өз қасына, далада құлан аулап келе жатып, килікті қалың орман ағашына. Жігіттер, естісеңіз сөзім майда, сөз есті қызықпенен осындайда, ішіне қалың орман барып кірсе, айбатты бір арыстан болды пайда. Арыстан қарсы алдынан ақырады, патша мұны көріп тоқырады, ат үркіп арыстаннан жығып кетті, Құдайдың құдіретін көр не қылады. Жығылып аттан патша жерге түсті, 40 жігіт қашып кетті, зәресі ұшты. Патша аттан жығылып түскенінде арыстан жағаласып бірге түсті. Арыстан патшаны басып қалды, шошынып патша жаман сасып қалды, ағалмас қылышпенен шапқан екен, арыстан өліп патша жараланды. Қиындық мұндай патша көрмегенді, қылышын қысылған соң сермегенді, ажалды өліп қалды, қылыш тиіп, ажалсыз патша мұңдық өлмегенді. Жиылып келді бұған нөкерлері, құм болып көрмедік деп жігерлері, патшаны теңге салып алып қайтты, ағаштан жасап теңді шеберлері. Патшаны алып келді теңге салып, жылайды мұны көріп жұртын алып, болуы түбінде адам екі талай, ажалдан тұрса дағы бүгін қалып. Патшадан әділетті айрылдық деп шуласып, зар жыласты бар шағалық. Жиылып елі жұрты бәрі келді, патшаны жараланған көзі көрді, өсиет бір сөзім бар жарандарға, деп патша жылап тұрып жауап берді. Жылайды жұрты көріп мұндай халді, салған соң басқа Құдай қайғызарды, патшаға аса жақын жүретұғын, Парақзат деген бір қу уәзір барды. Сөйлейді сөз болсын деп жамағатқа, болдық деп
Біз бармақшы ақыретке, мал мүлкім есіз қалған көп жұртымды, тапсырдым аманат қып парақзатқа. Парақзат, ал қолыңа мал мүлкімді, билеп тұр аздырмастан ел жұртымды, ренжітпей қалың елді тыныштық қыл, таза қыл арамдықтан іш құлқынды. Аманат саған қойдым малы жаным, билерсің мен өлген соң мүкәммалым, қалқыма дәл өзімдей әділдік қыл, ренжітпей жетім қалған кәріптерім. Ей халқым, риза болшы бәрің маған, кешіңдер жерім болса ұнамаған. Аманат адамдықпен сақтар болсаң, парақзат бір сөзім бар айтар саған. Ел жұртым, құлағың сал бұл сөзіме, тоймайтын құм құйылды сұм көзіме, орынсыз аңға шығып келемін деп, қапыда іс қылдым ғой мен өзіме. Дүниеден жиренбесем құрыдым ба, түсімді жамандыққа жорыдым ба, парақзат, бұл өсиет сөзім тұтып, өзімнің патша болсаң орныма. Басыма заман қайғы салып еді, көңілімде ойлағаным анық еді, ұл туса патша сайла өз орныма. Қатыным екі қабат қалып еді. Артымда буаз қалды ханым дейді, көбедау жиған терген малым дейді, ұл туса қан көтерсең өз орныма, қабірде болар риза жаным дейді. Қалайық ризамын енді сізге, жіберді қандай ажал Құдай бізге, қыз туса күтіп сыйлап теңіне қос, айтатын сөзім осы бәріңізге. Тамам жұрт шулап тұрды, пәлі десіп, ұл туса хан сайлаймыз оны десіп, дүниеден шахи көркін өттау дейді, өлімнің шарапатты суын ішіп. Тағдыр жетіп шахи көркін дүние салды, парақзат патша болып орнын алды. Бұл дүние жеті басты жалмауыз ғой, бай жарлы жұтқан және уәзір ханды. Жаназалап патшасын халқы көмді, парақзат қалған елді биледенді, ит иесін семірсе хабар деген, жігіттер соған мысал бір сөз келді. Парақзат патша болып орнын алған, аздырған қызыл желдей дүние жалған, хан болмақ өлгенімше артық қой деп, көңіліне көп уаса шайтан салған. Ханымның айы жетіп күні толды, осыдан таба қалса ханым ұлды, патшаның айтып кеткен өсиеті бар, орнына парақзатты қоймас болды. Бұзылды бұрынғыдан ел мінезі, ханымның бала табар болды кезі, қалайша патшалықты аламын деп, парақзат ойға кірді жалғыз өзі. Ойлайды сонда тұрып бұл ақылды, ұл таппай өлтіртейін бұл қатынды. Ханымды ебін тауып өлтіртетін, өзіме табайын деп бір жақынды. Не шебер ойлап тұрсам Құдай шебер, бір Құдай салғанына пенде көнер, бұрынғы шахи көркін қазына шайы бар екен, бары сатты жақсы нөкер. Шақырған парақзат қу бар серді, кешікпей тез келсін деп хабар берді. Болған соң хан жарлығы кешігер ме, бар сер сәлем беріп кіріп келді. Келдің бе шақырған соң баршы жаным, ақылға болған дана данышпаным, азырақ саған айтар бір сөзім бар, аянба менің үшін келсе халің. Тұз жедің менен барыс ақтайсың ба, жоқ болмаса біреуді жақтайсың ба, айтамын бір аманат енді саған, сыйғызып соны ішіңе сақтайсың ба. Жұмсаймын бір жұмысқа сені қыстап, әдейімен шақырып алдым қастап. Ханымды бала таппай өлтірсеңіз, екеуміз тұрамыз ғой, көп жұртты ұстап. Өлтір жылдам ханымды бала таппай, ұл туса кетердеймін бізге жақпай, неміз кетіп барады баршы жаным, екеуміз өмір сүрсек алтын тақтай. Мінекей, ұқсаң бала айтар сөзім, күшті боп осы күнде тұрған кезім, тұтпасаң жасырып айтқан бұйрығымды, ойлар сонда бастан екі көзің. Бар сақыл ойлайды есін жиып, өлтірем деп ханымды неғып қиып, әруақпенен тұз жібермес мұны өлтірсем, барады бишараның іші күйіп. Өлтірмесем парақзат кек көреді, оны менен қояма жек көреді, жайға мені қояма бұл қалыппен, не өлтіріп, не бейнет шектіреді. Жарайды деп
уағданы қылып шықты. Қанды жасқа көздері толып шықты. Олай-бұлай ойланып қараса да, ең ақыры өлтірмек болып шықты. Үйіне жылап барыс тура барды. Шақырып 1-10 жігіт қасына алды. Жігіттерім, бүгін бір жасырын іс қылыңдар. Бәрінің де қолына ақша салды. Ақшаны, ей құлдарым, алыңыз деп, олжаға үлкен батып қалыңыз деп, қанымды бала таппай өлтірсеңіз, кетіңіз азат болып бәріңіз деп. Құлдардың қуанғаннан шығып есі, бұзылып бір түрлі боп ажар түсі, сау етіп 10 қара құл кіріп барды, ханымның отыр еді ауырып іші. Қиналып отыр екен толғақ түп, жалақтап кіріп барды бұлар жетіп, жүрегі жарылуға жақын жетті, орнынан ұшып кетті сол ескетіп. Үзбейді ханым үміт бір құдайдан, ынтығы бір жұтсам деп сармайдан, ойлады кереметтей бір іс қой деп, білді деп толғағымды бұлар қайдан. Ауырып отыр еді бүгін ішім, аяқты бір басуға келмей күшім, амалсыз құр қиналып отыр едім, жанымда жұмсайтұғын жоқ боп кісім. Ертіп қазан сармайды, қылуға жарыс қазан сойып тайды, жүріңіз жайлы орынды біз табайық, толғақсыз табатұғын тыныш жайды. Ұстады біреу қолдан, біреу белден, біреуі орамалмен ұстап тілден, төбеге хан көтеріп алып шықты, көрсетпей тірі жанға ұрлап елден. Ақшаны құлдар алды, жарайды деп, сіз жұмсаңыз, өлтіреміз талайды деп, сарайынан ханымды алып шықты, сарайда өлтірсек біреу қарайды деп. Алып кетті далаға 10 құл ұрлап, барыс жүгіріп келеді тұра тұрлап, айтқан сөзін барыстың тыңдамады, мұны өлтірмей біздерге барма тұрмақ. Деп құлдар бір тоғайға алып барды, қол аяғын ханымның байлап салды, басын кесіп қылышпен бірақ тартып, ағызып жүре берді қызылғанды. Солайша өліп қалды ханым бейбақ, сұм дүниені болар ма көзі қимақ, қалайша өлтірді екен көрейін деп, тоғайға келді барыс жанын қинап. Дәретін барс уәзір тәмам алды, қорыққаннан парағзаттан обал алды, бейшара сорлы ханым не болды деп, ханымға келіп барыс көзін салды. Сықылды қылышпенен бірақ тартқан, басын кесіп бауыздаудан қандар аққан, бір жас бала ханымның туа сала емшегіне өрмелеп бара жатқан. Қызылғанға боялып ханым жатыр, өрмелейді емшекке бала пақыр, бұған рақым келмес пе мұсылмандар, болса да көңілі қатты дінсіз кәпір. Барыс барды ханымға жақындасып, жас бала зар жылайды аузын ашып, Құдай несіп бермей жан жаратқан ба, емшектен сүт шығады судай тасып. Құдіретіне шек келтірер қандай пасық, парағзат өлтіртті ғой пейіл азып, қалтаға гауһар салды барыс мұңлық, баланың жай күйін бәрін жазып. Уақытында туып жатқан көрдім депті, қорыққаннан парағзаттан жүрдім депті, кім бұл баланы асырап күтсе, 10 гауһар халал қылып бердім депті. Осылай тастап кетті жазып хатын, бала туды жарандар өліп қатын, Иухия, Иумусид, Қадималла Құранда сәбит қылды бұл аятын. Барыс қайтып келеді үйге таман, кімдерді жоқ қылмаған сұмырай заман, бір арыстан сол жерде пайда болып, 10 жігітті өлтірген бәрін тамам. Тамаша қылып барыс мұны көрді, арыстан да көріп тұр барыс ерді, бек қатты қорықты ғой барыс сонда, арыстан өз бетімен жүре берді. 10 жігіт өліп қалды құдай ұрып, тамаша қылды барыс мұны көріп, бұлар енді бұлайша тұра тұрсын, сөз есті парағзаттан мойын бұрып. Парағзат 7 жұртқа патша болды, уайымсыз бұл жалғаннан көңілі толды, өзінің патша болып тұрған күнде үйінде ұйықтап жатып бір түс көрді. Түс көрді, ұйықтап жатып сонда жаман, саласын қандай күйге сұмырай заман, оянып сол төсектен түрегеліп, жоруын сол түсінің біле алмаған. Түс көрді төсегінде ұйықтап жатып, оянып түрегелді сол таң атып, қорыққандығы түсінен сондай болды, айталмас көрген түсін аузы батып.
Шошынып тұра сала жиды қалқын. Не болар бұл сөзімнің тыңда артын, бар мекен түс жорушы шақыршы деп, пақырға көріп қасер, беріпті алтын. Парағзат ұйықтап жатып түс көріпті, түсінде әрбір түрлі іс көріпті, көрген түсі көңіліне қатты тиіп, жоруын сол түсінің күш көріпті. Оянып тұра сала жиды қалқын. Не болар бұл түсімнің тыңда артын, шақырып бар серді өз қасына, сөйлейді түсті көрген сөздің салтын. Түсімде бір айдаһар келді бізге, күйдірді шашып зәһәр жүзімізге, айбатты өрт қаптаған күнбатыстан, сол жерде өлім кірді көңілімізге. Айдаһар бір ақырып ұмтылды ғой, көзіне көрген жанның құм толды ғой, шаһар қалқын ойладым жұтама деп, дүниеде көрген күнім сол болды ғой. Ешбір жан оған қарсы бара алмады, қолына қару сайман ала алмады, бір інжу маржан көктен сонда түсіп, алдына айдаһардың аяңдады. Бір інжу түсті жерге аспан көктен, айдаһар мұны көріп есі кеткен. Жоруы қалайша екен бұл түсімнің, білмедім, көрінгенін не себептен. Жиылған сол арада үлкен кіші, толыпты кәрі жасқа үйдің іші, ойлайды ақылы дана қариялар, патшаның не болды деп көрген түсі. Жориды сонда түсті қариялар, жас үлкен ақыласқан дариялар. Түсінің жоруын мен айтамын деп, барсер патшаға берді хабар. Көрінген айдаһар боп ер екен сол, ойланып саған қастық жүр екен сол. Қолыңнан тақтыңды тартып алар, япырмау кім екенін білмеймін сол. Тұрмайды бір тиынға айтқан сөзің, бет жуар қанды жаспен екі көзің, дегенің інжу маржан көктен түскен, бір сұлу ғақыл кәміл болар қызың. Бір батыр шығар біздің кезімізде, өнер жоқ жастан басқа көзімізде, нақақтан кісі өлтіріп қан арқалап, әдейі алдық тілеп өзімізде. Сол қызды алады екен осы батыр. Құрлар басына оның алтын шатыр, осы қыз өлтіртпеске себеп болып, өлімнен құтқарады біздерді ақыр. Бетіне ешбір адам келмейді пар, қанша әскер жабылса да қылмайды кәр, патшалықты басымыздан тартып алар, кең дүние енді бізге болады тар. Ұмтылса айдаһар боп біздің елге, бір батыр келер деймін ұшпу жерге, өлтірем деп ұстайды әуел сізді, қоймайды, тығылса да көрден көрге. Мен білсем, түсіңіздің жоры осы, кетпейді ақырбастан дәулет құсы, уай патшам, арты жақсы, еш нәрсе етпес, таппаса ханым бір қыз, сонан шошы. Тамам жұрт мұны естіп тарап кетті, көруіне жоруы жарап кетті, үйінде Парағзат патша қала берді, жамағат байқап тұрсаң енді кепті. Ханымдардың біреуі буаз болды, тақалы байы жетіп күні толды, қыз туса көп сүйінші беремін деп, Парағзат тілемейді перзент ұлды. Туыпты ай мысалды бір қыз бала, қылған соң оны несіп хақ тағала, болмағы жақсы жаман жұлдызынан, қыз артық жаман ұлдан болса дана. Тойғызды Құдай үшін жиып елді, батағып қағыс қыл деп көзбен тілді, беріпті жақсы қатын тәрбиеге, сақтасын деп тигізбей күн мен желді. Молдалар Гүлшат десіп атын қойды, Парағзат аямастан қылды тойды, ұстаттан сабақ оқып, білімді боп желпініп, күтіп, сылап таза бойды. Бұлайша осы қызды тәрбие етті, Парағзаттың қайғысы ойдан кетті, ақылды парасатпен іс білетін, дегендей 10-нан 11 жасқа жетті. Хат жазып атасына айтады сөз, бұл жерде қапа болып тұрмайық біз, бір сарай салдыр бізге айдаладан, құлақтар естімеген, көрмеген көз. Бір сарай сонда патша салдырады, әр жерден ұста болса алдырады, кірпішінің бір алтын, бір күміс, көргенді таң тамаша қалдырады. Гаухардан әр жеріне шеге қақты, орнатты тамаша қып алтын тақты, 40 кездей қорғаны бар саф алтыннан, қылады бейне жұмақ бұл шарбақты. Әр жерден нақыш өрнек шеге ойыпты, қараумен қайта-қайта көз тойыпты, бір жұмақ дүниедегі болғаннан соң, жәннәтіл Фирдаус деп ат қойыпты.
Бұл қыздың заманында асқан шағы, ешкімнің келтіре алмас тіл мен жағы, осы екен деп айтады көрген адам, дегендей аты шулы Иран бағы. Тоқталып, сөзім мұнда тұра тұрсын, қарағзат қуанышта бола тұрсын, баланың не болғанын біз айталық, жамағат енді бұған мойын бұрсын. Сол жерде қатын өліп қалды бала, он аяп қылған рахым хақ тағала, бұлақтай қайнап жатыр емшек сүті, өрмелеп емшекке ауыз салды бала. Өлтіріп, өңшең залым тастап кетті, өлі жаннан тірі жан қорек етті, еш нәрсе сүттен басқа көрек қылмай, талпынып, 2-3 жасқа бала жетті. Далбаса әр нәрсеге көңіл ұрып, жүгініп малдас құрып жатып тұрып, бір күні бір арыстан душарласты, соңынан бұл қалмайды оны көріп. Арыстан аң-таң болып тұра қалды. Жас бала іркілместен жетіп барды, Құдайым рахым көңіл бұрғаннан соң, аяп кетіп баланы ертіп алды. Орнына жататұғын ертіп барды, алдына жейді ғой деп шикет салды, шайнап бала аузынан тастаған соң, білген соң жемегенін қайтып алды. Аңдардың төресі екен бұл арыстан, өзі тақуа, ақылға һәм данышпан, шақырған соң алдына келді бәрі, аю, барыс, бөрімен түлкі тышқан. Бұл басқа түсті дейді бір қиын іс. Бір бала тауып алдым, асырауы күш. Аяп, жетім болған соң ертіп келдім, ебін тапсаң, айтарлық осы жұмыс. Тышқан айтты, көтектің масқарасы, жоқ болған соң қиын ғой атанасы, құлан, бұлан сүтімен асырау керек, адамның сүт емеді жас баласы. Ішкізді алып келіп құлан сүтін, бұл баланы асыраудың білді бетін, мен ишараға әбден түсіп, қолынан жейді бала берген етін. Соңынан арыстанның ерген екен, Құдайдың не жазғанын көрген екен, құланның етіменен сүтін ішіп, 2 жыл арыстанда жүрген екен. Бұл дүние қала берген тәмам жаннан, бай жарлы, төре қара патша ханнан, бұлайша арыстан мен бала тұрсын, келеді енді бір сөз керуеннен. Ойлайды, енді мұны қосайын да, адамзатқа қосып өзім босайын да, жақтырмаса өзіме келер қайтып, бір жерден мұның алдын тосайын да. Алыстан бір жолаушы керуен көрді. Соңынан қалмай бала біраз жүрді, анағам бар дегендей ишарат қып, өз бетімен кетуге мойын бұрды. 2 жыл арыстанмен сейіл етті, кез болып бұл араға керуен жетті, жас бала адамзатқа қосылсын деп, арыстан өз бетімен жүріп кетті. Саудаға қанша керуен жол саладау, баланы көріп түзде таң қаладау, баласы жоқ болған соң асыраймын деп, баланы керуен басы қолғаладау. Жияды жұрттың бәрін керуен басы, теп-тегіс жиналыпты кәрі жасы, кеңесіп ойланады жамиғаттар, баланың кім болды деп ата-анасы. Баланы Қожа Сағит тауып алған, асыраған арыстанды көріп қалған, балаға Шеризат деп ат қойыпты, әйтеуір алдық қой деп арыстаннан. Шеризат деп баланың атын қойды, бұл іске Қожа Сағит көңілі тойды, молдаға жас баланы оқыттырып, білгізді Шеризатқа ақыл ойды. 5 жасында оқиды әліпбиді, жетім қалған байқұсты тәңірім сүйді, 7 жаста бұл бала болды ғалым, балаға Қожа Сағит көңілі тойды. Жетіпті Шеризат бала 10 жасына, жетіліп оқып жүрген молдасына, әр түрлі өнерлерден өрнек алып, Алланың батып үлкен олжасына. 10 жасында оқуға болды жетік, Бағдат шаһарын жүреді сейлетіп, ойынға батырлығы не істемейді жарандар, қандай жігіт мұнан өтіп. 14-тен 15 жасқа Шеризат жетті, көп керуенмен саудаға көшіп кетті, жол жүріп, сапар шегіп көп керуен, тұсынан шын машынның керуен өтті. Көп керуен шын машында тұра қалды, кеңесті қонайық деп тұра қалды, патшадан біраз күнге орын сұрап, және де сауда қағаз сұрап алды. Патшадан сонда сұрап елші келген, ажалы жетіп тұрған бұл сұр мерген, керуендер жұртына айта кетсін деп, жай берді, шарба қалды құрық жерден. Ішінде көп керуеннің Шеризат барды, одағы қосын тігіп жатып алды, шарбағын Пердаустың көрейік деп, 10 жігіт жолдасы бар даярланды.
Мойнына салды мылтық аң атарға, 10 жігіт алтынды ер бір қатарда, аң аулап келеміз деп, шықты түзге, әр жерден несіп болса дәм татарға. 10 жігіт жолдасы бар Шеризат ердің, қозғалтар жүрсе бойын қара жердің, Фердаус шарбағына душар келіп, құп жақсы тамаш етті көрген жерден. Ойлайды, бұл Фердаус кім шарбағы? Бұл шығар ұста соққан иранбағы, ішін көріп тамаша қылар ма деп, бұларға түседі енді қайғыдағы. Үрікпей, қорқпай жүріпті оңашада, шарбақты көріп бәрі тамашада, сонда Гүлшат шығыпты сахараға, жіберу тілдестірмей ұнаса ма? Гүлшат сынды қара көз, қаламғасты нұрлы жүз, ақ бетіне пар келмес, сарт тоқыған аппақ көз. Ұзын бойлы қыпша бел, түзу таза бір мін жоқ, шын айнаның көзіндей, түзу ағаш құрған тез, тысқа шықты бұралып, тал жібектей оралып, айдай балқып нұрланып, жұрт көзіне нұрланып, әбжыландай толғанып, ағорамал қолғалып, бар сәулетің құрынып, жын соққандай ұрынып, құс болып көкке ұшқандай, аяғымен басарға қара жерді ерініп, кер маралдай керіліп, оймақтай аузы бүріліп, алтайы қызыл түлкідей 90 түрлі құбылып, тысқа шықты көрініп. Тартқан сымдай бармағы, саф күмістей тырнағы, саржадай керіліп, сұлулығы санамдай, хатшылар қиған қаламдай, ондай жан жоқ ғаламдай, жұмақтың хор қызындай, жылқының шаңқан бозындай, айдын шалқар көлдегі, иілген аққу қазындай, етек бір жеңі түріліп, қараған жан үңіліп, шыбын жаннан түңіліп, көремізде бентелеп, мойнынан шайтан жетелеп, бір-біріне соқтығып, сасқанынан сүрініп, шықты бір Гүлшат далаға, сахара майдан араға, 40 нөкерді хандайын, ортасында бір өзі, аққу құстай бөлініп, не түсет деп көзіме, ынтық бір болсын халық деп, басып бір кеткен ізіме, үйден бір шығып жөнелді, көргеннің көзі кенелді, табысатын жер болса, еркін туған ер болса, қиын емес оңай-ақ, өзінен өзі беріліп, асықпай-ақ бәсеммен, тәңір берген екі аяқ, бір басарға ерініп. Көп қызбен Гүлшат шықты айдалағау, қарасып жан жағына көз саладау, алыстан Гүлшат сұлу көзі түсіп, Шеризатты көріп сонда таң қаладау. Шеризат қыз Гүлшатқа салды көзін, көріп қалды сол уақта айдай жүзін, армансыз болар еді деп айтыпты, кімде-кім көріп жүрсе оның жүзін. Көзіне қыз Гүлшаттың Шеризат түсті, ғашықтық оты жанып күйдірді ішті, сол жігіт көзге түскен келер ме деп, қайғысы Гүлшат жанның болды күшті. Қыз Гүлшат енді ойлайды ғашықтықты, қызығы көріп жүрген ойдан шықты, армансыз соны құшсам болар ем деп, көңіліне басқа дүние алмас тіпті. Адамға ғашық деген жақын екен, Аллаға жасырын іс аян екен, бағбан шал қыз Гүлшаттың күзетшісі қасында сол уақытта даяр екен. Ей бағбан, алтын күміс берейін деп, өзіңді жақсы сыйлап жүрейін деп, жігітті анау жүрген шақырып кел, кім екен, оны көзбен көрейін деп. Бағбан бір ақсақал адам екен, күзетіп Фердаусты қылған мекен, не қылса да бағбанмен ақылдасар, іс қылмас Гүлшат сұлу мұнан бөтен. Ей Гүлшат, атаң білсе болар қиын, нетесің шақырғанмен жайы күйін, шақырып көңілің үшін келтірейін, шырағым сенен алмай жалғыз тиын. Жіберді, жылдам келсін біздерге деп, неткен жан шығып жүрген түздерге деп, білгейсің жөнін сұрап ел жұртын, сөз айтып, жөн сөйлесіп оларға деп. Бағбан байқұс барады маң-маң басып, Шеризат сәлем берді жақындасып, сәлемін жастың берген құбалды да, отырды бір-бірінен жөн сұрасып. Далаға шығып жүрсіз не себепке, көрген соң сұрамасақ біздерге еппе, ханының қай шаһардың баласысыз, әдейі келіп едім жөн білмекке. Махбуздың қандай атты сіз құлысыз, қандай бағы Иранның бұлбұлысыз, асылыңыз төре ме, ханзада ма, бұлбұлдың алып жейтін қай гүлісіз. Жігітсің тымақ тәуір өзің жаным, келесің қай шаһардан балаларым, барасың және қайда сапар шегіп, біздерге баян қылшы хал ахуалын.
Мен өзім еремеспін елден асқан. Жақсыға жан емеспін жақындасқан. Хан демен, төре демен, сейіт демен. Керуенмін, еш мінім жоқ мұнан басқам. Сұрасаң, шаһарымыз еді Бағдат. Жасымда қалқым қойған атым Шеризат. Иесі жер мен көктің бір құдай ғой. Сөйтсе де кімдікі еді мынау шарбақ. Бұған жөнін сөйлейді бағбан тұрып. Сұрасаң, есті жігіт мойның бұрып. Бұл шарбақтың иесі Гүлшат сұлу. Сахараға шығып жүрген сейіл құрып. Ажал деген қаршыға адам жемдір. Пейілі тар сараң байдың аты кімдір? Қандай жанның перзенті Гүлшатыңыз? Шаһары патшасының аты кімдір? Бұл дәурен бастан өткен қайтып келмес. Жаманды үйде жатқан адам білмес. Ей ата, жасырмастан шын айтыңыз. Шарбақтан бір жан көрдім өзім теңдес. Парағзат бұл шаһардың патшасы. Шарбақтың гауһар болат босағасы. Қорғаны көз тұрмайтын саф алтыннан, ғаламнан асып тұрған тамашасы. Біледі парағзатты дүние жүзі. Ақылымен жеті жұртты биледі өзі. Бір басын миллион ұлға бағалайтын. Сұрасаң, осы Гүлшат жалғыз қызы. Бұл шарбақ Гүлшаттікі, ешкім демес. Жайын жүр, құрбысы жоқ келмей теңдес. 62 айлалы ол бір түлкі. Ей балам, сұраған мен күшің келмес. Бағында Фердаустың ол бұлбұл құс. Құр көңіл далбасалық бір көрген түс. Бұлбұлы Фердаустың теңдесі жоқ. Мен білсем, дәл өзіңдей жігітке өш. Мен айтсам, әңгімемді көңілің қош. Көрінгенге айтпағын әңгіме бос. Мысалы, теңіздегі ол бір гауһар, ал тауып ақыл қайрат, қуатпен күш. Сөзіңді атамайтшы ойлап қана, асықпай-ақ ақырын жайлап қана, басқа қару айланың керегіне бір айқассам, болмай ма оңдап қана. 5 күндік дүниеде өмір ерте кеш пе, шынмашынның түлкісі кісі көш пе, көзіме бір көрсетсең сол түлкіні алмақ түгіл жеп қойсын ара түспе. Атқан аңым шарбаққа кетті кіріп, кіре алмадым соңынан мен бір керіп, керек деген олжаңды алшы менен, қансыратқан аңымды ұстап беріп. Кедейемен өлмелі таңсық малға, жағымдымын күзетші өзім ханға. Жығылмай сенің оғыңнан кеткен болса, өліп жатса ұстатпас мендей шалға. Сарайдың айналасы алтын күміс, зүбәржат терезесі гауһар тегіс. Кетсеңіз қонақ болып құп болады, болмаса бір асығыс үйде жұмыс. Бұл сөзге Шеризат бала мойын бұрған, Гүлшатқа ғашық болып көңілі тынған, бағбанмен бірге жүріп келе жатыр, ақ сұңқар құтылар ма жайған тордан. Келіпті Шеризат бала көрген жерге, қасында 10 жігіті ода бірге. Қыз Гүлшат түрегеліп құрмет етті, шығарды кілем жайып бәрін төрге. Бұларға Гүлшат қойып махаббатты, алдына ас келтірді балдан тәтті. Жемістер дастарханда неше түрлі, жеп қараса бірінен бірі тәтті. Ас шесіп, қайтпақ болды енді бұлар. Пендеге не қылса да Құдай қылар. Бүгін мейман біздерге болып кет деп, Шеризатты Гүлшат сұлу алып қалар. Шеризат қалды, өзгесі бәр кетіп, құп сыйлады қыз Гүлшат құрмет етіп. Дүниенің шын рахатын көрген екен, мұратқа 2 байқұс сонда жетіп. Еке ойнап күліп қызық көрді, аралап шарбақтарды бірге жүрді. Жатқаны күні түні жылы қойын, біраз күн Шеризат бала сонда тұрды. Жәрдембер қадір жаббар тіл жағыма, бір нұқсан болмағанды ер бағына. Бір жігіт шыр қайналып жүреді екен, Гүлшаттың күзетші боп шарбағына. Гүлшатқа о да сырттан ғашық екен, ғашықтық ол уақытта машық екен. Күзетшілік ойламай дәрежесін, отты көрсе балқыған жасық екен. Шеризатты бірге жүрген көз көріп, күншілдік сол көңіліне кеткен кіріп, жаманның қайда болса әдеті ғой, патшаға білдіріпті хабар беріп. Ей тақсыр, Гүлшатқа ерген 41 нөкер, мен айтсам көңіліңізге қатты келер. Қызыңыз бір жігітпен қосылып жүр, нанбасаң көріп келсін кісі жібер. Парағзат естіпті қыздың жайын,
Басты деп қандай сұмдық көңіл майын, шақырады алмас қоймас ек алыпты, болғанда бір айдаһар бір жайын. Келіпті алмас қоймас жарлық алып, айдаһардай ақырып қаһарланып, қасыңа 100 әскерді ертіп алып, шарбақтан жігітті ұста жылдам барып. Жазасын келгеннен соң мен берейін, кім екен сол жігітті бір көрейін, біздерге біреу келді хабар беріп, оны мен ақыретке жіберейін. Келеді алмас қоймас күліп ойнап, айбатты арыстандай көзі жайнап, алдына қақпасының келіп тұрып, шақырды, кім бар мұнда деп айғайлап. Бұларды көрейін деп бір қыз шықты, екеуін көргеннен соң төмен бұқты, ол жерге қорыққаннан кіре жаздап, бір ауыз сөз дәнеме айтпас тіпті. Шығыпсыз көп қызбенен сендер түзге, бір жігіт жолықты ғой Гүлшат сізге. Патша алып кел деп жарлық етті, жігітті жылдам жібер енді бізге. Гүлшатқа бір қыз келді жылдам басып, кіргелі алмас тұр деп есік ашып, атаңыз жіберіпті алып кел деп. Қыз Гүлшат мұны естіп қалды сасып. Гүлшат тұрып жігітке кеп айтады, ақылын өзі білген көп айтады, сіз мұнда жасырынып отырыңыз, атама өзім барам деп айтады. Бір аян атам сонда қылса сізге, сіз сонда жоқ боласың деймін бізге. Жалынып барып атама жолығайын, осы сөз мақұл болса көңіліңізге. Бұл сөзді не деп айттың япырмай, алмас қоймас батырыңай, анадан бір туған соң өлмек барды, мен қылмайын қорқыныш жарқынымай. Қасыма келе алмайды менің олар, қандай жан мені жеңіп байлап алар. Қуанышым көзім нұры қайғы жеме, өзімнен артық емес бозбалалар. Елімнен шығып келдім өз бетіммен, қалқыма жағушы едім қызметіммен, келсе де 100 000 әскер жұмыс емес, жатамын жасырынып не бетіммен. Даярлап Шеризат бала қалқан алды, басына дулыға мен сауыт салды, қыз Гүлшат алтын кесемен сусын берді, Шеризат ішіп соны мейірі қанды. Жақсыға жаман адам таласар ма, жамандар жақсы болсаң жанаса ма. Шеризат айтты сонда қыз Гүлшатқа, қарап тұр, енді қызық тамашаға. Көп қызбен Шеризат шықты түзге таман, қолына қару сайман алды тамам, тұр екен қақпалдында алмас батыр, қоймас та тыста тұрып айғай салған. Алмас тұр, өткір қылыш қайрап алып, қаруын теп-тегіс қып сайлап алып, неғып жатыр сол жігіт ұлықсынып, қол аяғын кетем деп байлап алып. Алмас батыр Шеризатқа барды жетіп, қолында қылыштары жарқ-жұрқ етіп, қаһарланып алмасты Шеризат шапты, өзі түгіл атынан кетті өтіп. Сыйынып Шеризат тұр бір құдайға, адамзат тәубеңіздер көңіл жайда, жығылып екі бөлек алмас түсті, көл болып ақты қаны терең сайға. Қалыпты алмас өліп сол арада, тамаша қылды қыздар дүр дараға, алмасты екі бөліп тастаған соң, шығады әлемденіп айдалаға. Ашуланып сол жерде қоймас келді, күші жетсе шоқпармен ұрмас беді. 1000 жаныңнан бір жаныңды мен қоймаймын, иманыңды айта бер жігіт енді. Жамандарға өлімді еп көргенмін, төс майын жамандардың жеп көргенмін. Не бұлшылдап келесің қара қарғам, сенде есер немені көп көргенмін. Ақырып қоймас батыр ұмтылады, қолымнан қандай жан деп құтылады. Килігіп Шеризатпен жолыққан соң болмады, екпін әуелгідей тоқырады. Әуелі қылышпенен қоймас шапты, басына Шеризат бала қалқан жапты, қалқаннан өтіп қылыш басқа тиді, сонда да Құдай сақтап аман қапты. Ер Шеризат ашуланып бұда шапты, жан ғамын қоймас батыр қылып бақты, қоймастың тау денесі қақ бөлініп, тұп-тура жаһаннамды жаны тапты. Шеризат қырды әскердің енді бәрін, 100 жігіттің басына төкті зәрін, қойға кірген аш бөрі сықылданып, жоқ қылыпты сол жерде баршаларын. Өрттейін қауға түскен жандырады, қалың қарды басына жаудырады, патшаға хабарымды айта бар деп, 100 кісіден 2 адам қалдырады. Қырылып 100 жігіттің бәрі жатты, таң қалды көріп қыздар Шеризатты, батырдың көңілі ашылып, басылсын деп, жыр жырлап, сонда қыздар ғазал айтты.
Ашылған гүл солар ма, басына бұлбұл қонар ма, Құдай берген дәулетке, келіп тұрған нәубетке пенденің көңілі толар ма? Шын бұ дүние ғаламда, жаңа шыққан заманда, ей Шеризат, дүр жігіт, сіздей бағлан жаралып, енданадан туар ма? Жеті қылым патшасы, төре қара баршасы, қарсалдыңа келгенде, келбетіңді көргенде, сіздей шахи ғаламға осы тұрған заманда қуанышты болмай тұрама. Сізге мойын сұнбаған, иіліп тұрып сынбаған, не бұйырған пәрменін, көңілдегі дәрменін қабыл тұтып алмаған мұсылман сірә болар ма? Дүниедегі сарайлар, алтын, күміс, көп жайлар, бақ ирандай болса да, басына бұлбұл қонса да, Фердаус бағы болар ма? Заманның түрлі шағында, шарбағы гаухар тоғайда, Гүлшат сынды сұлу қыз, сахараға шығып ешбір жан мұндай сейіл құрар ма? Ау қыздар, сайқал оқыңдар, ғаламда қисса кәрбала, көңілге жаттап тоқыңдар, әңгіме, жырлар көп қисса, Гүлшат сөзіндей жырлаған, жазылған қағаз жүзінде, бажайына келтіріп, мен сөйлеген кезімде. 100 жыл қисса оқысаң, мұндай қайғың ашылып, тасыған көңіл басылып, көңілге шаттық толар ма? Мейірің қанып сүйсініп, бойың балқып исініп, қапалы мейірің қандырып, жүрегіңді жандырып, қызығы мұндай болар ма? Шеризат қырған 100-ден қалған екеудің сөзі. Мана бір екі жаман қалып еді-ау, өтірік дегенде талып еді-ау, күн батқанша бір шұңқырда бұғып жатып, түн болған соң артына қарай барып еді-ау. Жарлығыңызбен сіздің бардық дейді, алмаспен қоймасты басшыға алдық дейді, қауға түскен бір өрттей лаулап жанып, қырылып, бәрімізде қалдық дейді. Көрмеген батыр екен бұл ғаламда, қой болдық ұшырап қалған топаланға, болса да 100 000 әскер жұғын емес, бүгінгі болар емес жүрген жанға. Екі кісі әскерден үйге барды, патшаға жеткізіпті бұл хабарды, өлгенін батырлардың естіген соң, Фарағзат тұрып сонда қайғыланды. Сонда патша барыспенен ақылдасқан, қайдан шыққан бұл батыр күші асқан? Нахақ жұртты жылатып, қырдырмайық, деп патша өз ашуын өзі басқан. Батырым, алмас қоймас олар қайда, бұл жігіт қайдан мұнда болды пайда, не болса да жан емес жайға жүрген, келген адам емес қой тіпті жайға. Барыс, барып біліп кел оның жөнін, жайы күйін сұрап біл, және де өзін, анықтап сен сұрай көр білгеніңше, шаһары, қалқын, патшасын, шыққан жерін. Бұл Шеризат көп әскерді қырған екен, Гүлшат пенен кеңесті құрған екен, жалғыз болсам көп дұшпан келеме деп, жиып алып көп жолдас тұрған екен. Керуеннің қожа Сағит ақсақалы, ата деп Шеризат жүрген сол күнді оны, не болса да жиылып алайық деп, жиылды шын машынның көп керуені. Жиылып көп керуен тұрды дейді, аз дәурен Гүлшат сұлу құрды дейді, патшадан елші болып барыс келіп, Шеризаттың шатырына кірді дейді. Бұларға сәлем берді көрген жерден, кімсің деп қожа Сағит сұрай берген. Жақсыға дәл уақытта жолдас болып, қайрылған қаріптерге барыс ермен. Сонда ақсақал кісесін қолғаладау, сол кісенің ішінен дорба аладау, бір хатты дорып ішінен алып сонда таптым деп жатқаннан айдаладау. Қағазды алып барыс оқып көрді, оқи сала орыннан ұшып тұрды, айналайын қарағым сенбісің деп Шеризаттың мойнынан құшып тұрды. Уақытыңда туып жатқан көріп едім, қорыққаннан Фарағзаттан жүріп едім, артыма бір қарауға мұршам келмей, сонымен өз жөніммен кетіп едім. Кезінде көріп едім туып жатқан, тамағын бір тоятын нанға сатқан, алсаң бас, алмасаң бас, алдияр бас, тірі боп отырмын ғой мен антатқан. Ажалға басшы болған бір тілімнан, күнінде 2 қабат өліп қалған, Фарағзат пейлі азып өлтіртті ғой дегенде жыламаған қалмапты жан. Шеризат ода орнынан ұшып тұрды. Тәңірі осындай жеткізер талаптерді. Қайғының арты шаттық болады екен, екеуі есен десіп отырды енді.
Амандасып барсер айырылады, хабарласып патшаға қайырылады, барыс келіп білдірді жігіт жайын, Парағзат естіген соң қайғырады. Парағзат келмек болды Шеризат ерге, өлтіртті неганасын буаз күнде, бір қате болды бізден кешіңіз деп, хан басын құлдық деумен қойды жерге. Алыңыз менен түгел мал мүлкіңді, аманат атан қойған ел жұртыңды, мейлің сат, мейлің айда, енді өзің біл, үйдегі қатын қалаш қыз қырқынды. Бер тегіс атам қойған аманатты, гауһар тәж, көп жұрты мен алтын тақты, аманат қойып кеткен анам қайда, Парағзат, бұл сөзіме бер жауапты. Тірі боп отырмысың, ей ант жеткен, шешемді өлтірттің сен не себептен, жазықсыз сорланамның кестің басын, мен үшін анам байғұс сапар шеккен. Парағзат төмен қарап үндемейді, қайырып Шеризат сөзін сөйлемейді. Зынданға жап мұны деп бұйырады, арызын не қылса да жөн демейді. Зынданға Парағзатты сонда жапты, биледі Шеризат патша алтын тақты, кешегі патша болып Парағзатың зынданда қорлықпенен жатып қапты. Көрісті жұрт жиылып хандарына, алдына қылып қызмет жалбарына, атасын өлтірерім білгеннен соң Гүлшаттың қайғы түсті жандарына. Бір күн олай, бұл дүние бір күн бұлай, Парағзат зындандағы жатсын солай, атамды өлтірме деп Шеризат ерге қыз Гүлшат келеді екен қолқа сұрай. Айтады Гүлшат жанға Шеризат батыр, сен ойла, қайда кетті анам пақыр, десемде өлтірмейін шыдатама, күйігі сол анамның іште жатыр. Жарайды, ашуыңды бермегенің, көп шығар бұл дүниеде көрмегенің, Құдайдың шүкіршілік қыл бергеніне, қалса да анаң өліп өлмегенің. Парағзат өз пейілінен өзі тапты, жек көрсін жақсы неге ынтымақты, тоқтатқан қыз Гүлшаттың айласымен ол күні өлтіруден аман қапты. Шеризат екінші күн ашуланған, мұны мен өлтірем деп қатуланған, ашуын қайтармаққа Гүлшат сұлу әңгіме қисса сөйлеп көңілін алған. 9 күн қайла менен тоқтатыпты, болғанда 10-шы күн таң атыпты, жанына Шеризат ердің сол уақытта қайғысы анасының бек батыпты. Гүлшат пен Шеризат сейіл құрды, екеуі Фердауста бірге жүрді, өлгені анасының еске түсіп, жатады Шеризат құшып қара жерді. Жылап Шеризат айтады, ей Гүлшат жан, сендағы қапа болдың бұл қайғыдан, анамды не себептен өлтіртті бұл, қандай жаза боларлық қылсам бұған. Шариғат үкімі бірлән жоқ балы, берейін неғып қиып мен сізгоны, құп тұтсаң құлақ салып, Шеризат жаным, сізге бір мен айтайын хикаяны. Сонда Гүлшаттың Шеризатты жұбату үшін айтқан хикаясы. Әуел бастан туған соң, бір өлмек барды, дүниеге келіп жан болған соң, қақысіне көмбек барды. Ай мен күнді көрген соң, дүниеге келіп жүрген соң, Құдай бір пайғамбар хақ, мұсылманға білмек барды. Дүниеден демі біткен соң, аз дәурені өткен соң, дәм таусылып тезінен, Алла тағдыр еткен соң, дәм таусылып дүниеден, ажал оғы жеткен соң, пендеге бір өлмек бар. Өлім берді пенделерге, кім кірмейді қазған көрге, қанша жанды жұтсадағы, тойымдық жоқ қара жерге. Басқа қылыш тисе дағы, жанар отқа күйсе дағы, уайым емес жігітерге, жамандыққа жақсылық ет, не болса да Құдайдан күт, жақсылардың сөзін ұқпай, ақылсыздай болма нәмәрт. Сырыңды айтпа ғауретке, ішің толар қайғы дертке, жолдасыңды тастама қыл, лаулап жанған қалың өртке. Батыр жігіт ұрыс болса, қалқан тұтып шығар шепке, жамандыққа жақсылық деп бұрынғы айтқан өсиет бе? Жақсы сөзін тұтпасаң, ашуыңды жұтпасаң, бәрін хақтан күтпесең, Шеризат сынды жанымыз, ақылға дихан ханымыз, біле білсең бұл қылығың өзіңе де қасиет бе? Бір жасыңда Шеризат, анаңнан тудың аңырап, жетім қозы сияқты жаттың бір жерде маңырап,
Алланың білсең бергенін, білсең анаң өлгенін, өліп жатқан шешеңнің кеудесіне өрмелеп сол емшектен емгенің, анаң сүтін ас етіп, өзіңді өзің мас етіп, аяқ басып жүргенде, 3 жасыңа жеткенде, асыраған сен арыстан, Тәңірі несіп бергенде, ыстық күнге күймедің, суыққа тағы тимедің. Қарның ашып жатпадың, жаман асты татпадың, отқа түссең жанбадың, суға түссең батпадың, қазасыз пенде өлген бе? 4 жасыңа шыққанда, ақылды ойың ұққанда, әр нәрсеге жүгіріп, малдас құрып жүгініп, отырып тұрып үйреніп, арыстанның соңынан жүгіре басып жүргенің. 5 жасыңа жеткенде, арыстан қашып кеткенде, жүгі бар көп керуен, тұсыңнан сенің өткенде, тамаш етіп баршасы, сені барып көрісіп, ауыр жүгін тоқтатып, жүгіре басып жүрісіп, қайдан жүрген бала деп, құдірет шебер қара деп, атанасы мұның жоқ, неғып жүрген және деп, шақырып алып өзіңді, көріп айдай жүзіңді, адамзаттан шыққан деп, қара нәркес көзіңді, қожа сағит ақсақал, маған байла қалқым деп, жол болатын салтым деп, бұл арадан өткенде, еліне алып барған соң, медресеге салған соң, оқу оқып ұстаттан, қылыш ұстап болаттан, 7 жасқа жетпей-ақ, оздың шығып санаттан. Кәмшат бөркің басыңда, барлық қыздар қасыңда, жүргеніңде жағалап, сенің қадір пұлыңды 1000 алтынға бағалап, көзін саған салған соң, пұл болмаса шарым деп, кетерме менің зарым деп, оннан шықтың 11-ге, саудамен келдің бұл жерге, артық жүзін көрерге, шыбында жаным аз болдау, құрбандық саған берерге. Менің саған тигенім, жүзіңнен сенің сүйгенім, атама хабар беріпті, сізбен бізді көріпті, қосылды деп дұшпандар 12-13 жасында, 10 жолдасың қасыңда, сені менің көргенім, біргіп сонда жүргенім, Фердаустың шарбағы, бұлағының басында 14 пенен 16 душар болдым бір іске. Атам айтып жарлықты, көрсетем деп тарлықты, сізді өлтіріп қаһармен, саламын деп солмаған қайғыда қиын зарлықты. Алмас пенен қоймасты, жанындағы 100 батыр, оларға қосып жолдасты, сізге таман жіберіп, алып кел деп айтқаны, алмас қоймас келген соң, 100 жігітті көрген соң, жаныма менің батқаны, арыстандай айбатпен, үрістемдей сипатпен, майдан жерге сіз барып, кесіп басын қан алып, кеудесінен жан алып, бәрін бірдей қырған соң, алмас қоймас 100 жігіт, жазасын бәрі тартқанда, жамандық та Құдайдан, жақсылық та Құдайдан, жамандық қылған адамның, қарап тұрсаң кәнекей, қылғаны өзіне жаққаны. Кездің бүтін ғаламды, жақсы менен жаманды, табаныңда қор еттің жамандық қылған адамды. Жақсылық Құдай бергенде, дұшпаныңды жеңгенде, қане мүйізің шыққаны. Осы күнде түресің, өз еркіңмен жүресің, біреуге қылған жақсылықтың күн түн аумай пайдасын асықпасаң көресің. Сойып жеген жоқ шығар анаңыздың денесін, хақтан келген жарлықты оны кімнен көресің? Қатесіз пенде болар ма, бір қалыпта адамзат, біле білсең тұрар ма? Қысылғанды сүйер болсаң, Тәңірім сізді демесін. Бір ашуыңды бермесең, менің қадірімді білмесең, ашуыңды сөндіріп, нәпсіңді жолға көндіріп, маған бермей кеткенде, жан жолдасым, шырағым, енді кімге бересің? Деп Гүлшат сұлу тамам еткен екен. Енді басқалай түрмен айтады. Қабыл қыл, жан шырағым бұл сөзімді, сарғайтпа қайғылы ғып гүл жүзімді, көңілің ашылғандай қисса сөйлеп, құп жақсы, шат қылайын мен өзіңді. Қыз Гүлшат, айтқаныңа мен көнейін, әңгіме айтсаң жақсы құп көрейін, көңілім ашылғандай қисса болса, атаңды босаттырып жіберейін. Сайрайды сонда Гүлшат бұлбұл үнді, жігітке сол уақытта Шеризат сынды, сандуғаш самал дүрдің дауысындай, қандай қыз сөйлердейсің Гүлшат сынды. Патша ұрым жерінде хан бар екен, әскері неше миллион сан бар екен сұлу қызы ай мен күндей, тілі жақұт, тістері маржан екен. Сүмбіл шаш, қалам қасты мамық қабақ,
Ғұнша ерін, пісте мұрын гауһар тамақ, дүниеде ондай сұлу қыз туған жоқ, айтайын нұр сипатын естіп бақ. Дидары Зылихадан кеткен асып, болмаған оның нұры бізге нәсіп, жамал бағы буыршындай, күләндамдай, көрген адам ақ тариға болар ғашық. Бек көркем, сұлулығы санамдай бар, салдырған алтын күміс көп сарайлар, жаһанда ондай абзал қыз болмаған, ат екен сол сұлудың махи манзал. Болмаған ондай абзал бұл жалғанда, солар да бұл жалғаннан өтті арманда, жарандар шын ғашықтан диуана боп, көрген жан пәлі десіп қалар таңға. Сол қызына салдырған алтын сарай, жайылған оның өзі жұртқа талай, ішінде алтын үйдің 60 қызбен оңаша тұрады екен манзал балай. Көп қыздар болады екен оған жолдас, ондай боп ешбір адам дәурен құрмас, қыздары қасындағы бәрі сұлу, сипатын қанша айтсам да тамам болмас. Ай жүзді, сүмбіл шашты, тілі ғылуа, көздері ойнақтайды беріп жылуа, ғұнша ерін, алма мойын, лулу иек, жүреді бұл сипатпен манзал сонда. Бір күні махи манзал тысқа шықты, үстінде алтын сарай сауық етті, 14-нен туған айдай манзал түрін көрді де ақтар ғаяр есі кетті. Көрген жан талады екен манзал түрін, көрмеген ақтар ғаяр мұнан бұрын, буынсыз жерге пышақ барма қойған, ішіне қайғы менен толды құрым. Қасында жолдасы жоқ байғұс ақтар, манзалға ғашықтығын ішке сақтар, жүргенін ғашық болып кім ойлайды, айналып бау шарбақты ақтар жақтар. Аз ғана ақтағаяр сабыр етті, пайдасыз салды бұған құдай дертті, атағы махи манзал жұртқа шықты, жарандар естісеңіз мынау кепті. Сол кезде бір патша тағы да өткен, Тәбілез шаһарына үкім еткен, бар екен сол патшаның жалғыз ұлы, хабарын махи манзал о да есткен. Ұлының Махрасар қойған атын, сол кезде 15 жасқа жетті жақын, ғашық боп махи манзалға түзеді бет, әскермен енді іздеуге салтанатын. 200 нар түйеге жүк артады, қазына алтын күміс көп артады, бір жұртты тойғызғандай дәулет алып, шаһарына махи манзал жол тартады. Қосшысы 200 басшысы бір, мінгені бәрінің де алтынды ер, 100 қазан ақшасы бар бөлек басқа, нан басаң салтанатын көзіңмен көр. Ұрымға ауыр әскер келіп қонған, патшаға хал ахуалын мағлұм қылған, сөйлесіп Махрасар басшысымен сұлуды махи манзал бермек болған. Патшасы той қылады қазына ашып, қуанды Махрасар көңілі тасып, әйнектен өз күйеуін манзал көріп, ішінен қобын атып болды ғашық. Екеуі ынтық болды көргенінше, сөйлесіп бір-бірімен жүргенінше, жалғыз-ақ күн жақсымен жүрген артық, жаманмен 100 жыл өмір сүргеніңше. Той қылды шартараптың бәрін жиып, қосылды бір-бірінің көңілін сүйіп, қосылмақ ғашық жарға болғаннан соң, түрленді махи манзал киім киіп. Патшасы той қылады-ау жұртын жиып, екеуін қоспақ болды тәңірім сүйіп, жатқанын ұзатқалы анық біліп, келеді ақтар ғаяр іші күйіп. Қыз жатыр сарайында айдай балқып, қараңғыйды жарқып, нұр шалқып, нуғамыстан жол тапқан жолбарыстай кіріп келді сарайға ақтар аңдып. Ақтар ғаяр күзетшінің басын кесті, салады осы жолда барлық күшті, қыз мұрнына талдырып, дәрис кетіп, жапан дүзге көтеріп алып ұшты. Киімінің үстіндегі бәрін шешкен, дәрис кетіп айырды ақыл естен, 3 күн 3 түн жол жүріп алып барып, Сахара жапан дүзге барып түскен. 3 күн 3 түн жол жүріп ақтар барды, кеш болып түн ортасы болып қалды, құдайдың құдіретімен есін жиып, сол уақытта махи манзал демін алды. Жапанда қала берді қайран балай, болар ма енді орын алтын сарай, оянған соң ғашығы есін алып, тыңдаңыз махи манзал болды қалай. Шақырды қызметкерін көзін ашып,
Біреуін келіңдер деп жылдан басып, далада жатқандығын анық біліп, сол жерде Манзал байқұс қалды сасып. Ойлайды, бұл жатқаным қандай жер деп, Құдай-ау, шын тілекті өзің бер деп, қараса бір кісі тұр анадайда, шақырды өз кісім деп, бері кел деп. Шақырған соң қасына келеді ақтар, сүйемін деп Манзалға жақын жақтар. Манзал шошып қарады, мынау кім деп, әр жерде пенделерін Құдай сақтар. Болғанын бір пәленің Манзал білді, көңіліне бейшараның айла кірді, күліп сөйлеп ақтарды, еліктірді. Тыңдаңыз, сөйлеген не дейді енді. Қадірлі ақтар едің биге лайық, ақ орда алтын жабдық үйге лайық. Ынтық боп бұрын сізге жүруші едім, өзіме деп білемін сізді лайық. Жаманнан қашушы едім бойым тартып, мен сізді көруші едім сондай артық. Сол көктен тілегенім жерден болдау, қуанышымды бітіре алман тілмен айтып. Жан едім жамандардан безгендейді, Құдайым жолықтырды түзден дейді, жалғыз мен қайда барып күн көрермін, Құдайым айырмасын сізден дейді. Алдағанға нанады ақтар ғаяр, хайламенен алдай білді Манзал, мен сізге ғашық едім дегеннен соң, ішер ас, киер киім қылды даяр. Әрбір сөзден айтады әңгіме кеп, барады күннен күнге Манзал жүдеп, сонда ғаяр ойланып бұған айтты, қаллап деген шаһарға барайық деп. Манзал айтты, жарайды, жүрейік деп, Құдайдың не салғанын көрейік деп, әйелдігім білмесін ешкім менің, формына еркек адам кірейік деп. Қыздар қалап ғаярың жаяу салды, жаяулап күні түні көп жерді алды, неше күн дем алмастам тынбай жүріп, бір үйіне қаллаптың кіріп барды. Еркегі жоқ, осы үйде бір кемпір бар, тынығып ұйықтап қалды байғұс ақтар, қарны ашып, жүдеген соң ол кемпірге жылап сөзін айтады Манзал. Қалжырап, шаршап келдім шешеке жан, шыққалы 5 күн болды, татпадым дәм, қарным ашып барады, көңілім бейжай, бар болса Құдай үшін бір тілім нан. Базарға ерім кетті, ұн алам деп, бір жерге жұмыс қылып қиналам деп, тағам жоқ қарыз жерге деп айтады, тоқтай тұр, сабыр қылып әй балам деп. Манзал қарнашқанын білді ғаяр, өзіне өз ойланып қайран қалар, сөйлесіп Манзал менен ақтар ғаяр, бір қосты екеумізді пәруәрдігар. Келейін бір аралап базарына, сататын тамақ болса азалына, ғаллаптың барса ақтар базарына, кез болды бір Құдайдың қаһарына. Ақтарда жетіп барды алдарына, қосылып базар толған жандарына, патшасы шаһар кезіп жүргенінде бір адам қастық қылған жандарына. Кетіпті патшасын бауыздасып, қалыпты күзетшілер дауыстасып, базарда жүргенінде ақтар ғаяр алады, сен кімсің деп мұныстасып. Пәлені бұл шаһарда келтірдің деп, патшаны әділетті өлтірдің деп, сенен басқа жат жұрттан еш адам жоқ, сұрайды, қайдан келдің, елің кім деп. Бір адам жихан кезген бұған келді, айналдырып ақтарды қарап көрді, талай жерде ол мұны көрген екен, қарақшы мынау ақтар ғаяр дейді. Зынданға жасауылдар мұны салды, пәлеге құтылмаста енді қалды, қыз түгіл шыбын жаннан үміт үзіп, басына салды Құдай қайғызарды. Қандай жан бұл жалғанда зарланбаған, адам жоқ риза болған жалған саған, дүниеден арманда боп патша өткен, артында орнын басар ұл қалмаған. Патшасы білген екен өлетінін, Алланың аманатын беретінін, өзінен туып қалған перзенті жоқ, халқына айтып кеткен өсиетін. Жиылсаң, бай жарлы мен кәрі жасың, Аллаға қойып тұрсаң шын ықыласың, атыма алтын шылбыр тағып жібер, бош жүріп ішіңізді араласын. Майданға алып барып, бос қой басын, қалмаңыз сол майданнан кәрі жасың, етегін кімде-кімнің ат ұстаса, арнаңыз патшалыққа соның басын. Әруағым риза болар халқым сізге, өсиет айтқаным сол бәріңізге, патшаның осылайша жарлығымен жиылып, ертең халқы шықты түзге. Жиылып, кең далаға жарлы байы, шаһардың елге толды өзек сайы, кешегі ақтар ғаяр келмеген соң, естіңіз, қалай болды Манзал жайы.
Ақтар келмей қарны ашқан екен, адамзаттың арқауы астан екен, таң атып ақтар қаяр келмеген соң, майданға манзал аяқ басқан екен. Жиылған көп ішіне бара қалдау, тамаша бұл жиылысқа көзін салдау, сүйреткен алтын шылбыр арғымағат, искелеп манзал қызды тұра қалдау. Байғұсқа тағы берді Құдай несіп, шөп шығар біткен жерге дегендесіп, көтеріп алтын таққа патша қойды, тапсырған патшамыздың сөзі десіп. Үстінде патша болды алтын тақтың, саны жоқ Құдай берген мал мен бақтың, жаратқан Құдай артық манзал бала, ұстады патшалығын шар тараптың. Мехнаттың табылды енді бір рахаты, патшалық бұған тиді қаражаты, зынданда тұтқындарды азат етіп, жайылды жалғыз күнде ғадалаты. Патшалық дәрежеге қыз болып шат, зынданда тұтқындарды қылған азат, кешегі зындандағы түскен ақтар, одағы шығып кетті көппен қабат. Зынданнан ақтар қаяр шыға келді, босатты Махиманзал тұтқын елді, манзалға тамақ алып барайын деп, асығып ақтар жүгіріп келеденді. Қаяр келсе, манзал жоқ баяқ үйде, байғұсты салдың Құдай қандай күйге, бір жерден тамақ ішіп жүрген бе деп, жүгірген ақтар қаяр үйден үйге. Еш жерде Махиманзал көрінбеген, жүруге ақтар қаяр ерінбеген, шаһардан шығып кетті жапан түзге, бұл елде қыз хабары білінбеген. Жігіттер енді бізден естіп кепті, патшаның сауықпенен тойы бітті, жоқтығын манзал қыздың естіген соң, қайғырып Махрасардың есі кетті. Махиманзал жоқ болған соң жұрты сасар, қапасын Махрасар әрең басар, қайғысы ғашық жардың жанға батып, диуана боп кетіпті Махрасар. Жидырды патша балгер бақсыларын, бай жарлы жаурыншы жақсыларын, ішінде бір жас бала балдамашып, беріпті қайда кеткен қыз хабарын. Әкеткен ақтар қаяр қызды дейді, сіздерге баяндасам сөзді дейді, осылай балдамаға көрінген бұл, айтты деп айыптама бізді дейді. Есітіп Махрасар қапаланған, бір қаяр алып кеткенге назаланған, 100 жігіт батырларын қасын алып, іздеуге ғашық жарын дайырланған. Аттанған Махрасар іші күйіп, жолдасын қалдырмастан алды жиып, көп кісі жол үстінде келе жатса, алдынан қашты дейді жалғыз киік. Бұл жерде Махрасар ырым еткен, тәжірибе бұл ырымды бұрын еткен, жетер деп мақсатына бұрынға айтқан, далада марал киік қуып жеткен. Аяңда, жолдастарым, сіздер бөлек, киікті жалғыз өзім қусам керек, Махиманзал мұны тұтсам қолға түсер, Құдайым берер болса бізге тілек. Киікті Махрасар қуды жалғыз, болмаған бұл жалғанда пенде армансыз, жігіттің ойлағаны болмай қалмас, хабарсыз еш нәрседен жүрген жанбыз. Киіктің ұстап алып басын кесті, көрсеткен жаббар Құдай мұндай істі, бір адам отыр екен бейшара боп, қасына Махрасар келіп түсті. Отырған айдалада бір бейшара, болса да сырты дұрыс, іші қара, қасына түсе қалып атын байлап, жегізді киік етін оған және. Дәруішті тойғызды етке сыйлап, Махрасар аңқау байғұс қалды ұйықтап, Махрасар ұйықтап жатқанында, дәруіш байғұс кетіпті ат тонын ап. Отырған бейшара боп қаяр екен, көңілінде Махрасар аян екен, дәрісі талдыратын искеткенде, залымның қалтасында даяр екен. Сонда қаяр қалтасына салды қолын, искетті дәрісінен кәпір залым, ағашқа жалаңаштап таңып тастап, атын мініп кетіпті киіп тонын. Өлтіруге ішінде аяғаны, жалаңаштап өлімге таяғаны, байлағаным ұнайтын жұмыс қой деп, көңіліне бұл қаярдың жарағаны. Жамағат, енді әңгіме естіңіз, жол жүріп ақтар қаяр жарық күндіз, сайланып мырза болып келе жатып, Махрасар жолдастарына жолықты кез. Сол жерде жолдастары бұған келген, Махрасар емесеу деп танып білген, ұстап алып байғұсты қатты қинап, қайда деп Махрасар сұрай берген. Таяқтап ақтарыңды бұлар ұрды, қайнатты хақ тағала қалың сорды,
Тұщы етке ащы таяқ өткеннен соң, жасырмай байғұсақтар айтады енді. Ағалар, мұнша сабап неттім дейді, өз басыма мен өзім жеттім дейді, не қылсаңыз ықтияр, шыным мынау, ағашқа тірі байлап кеттім дейді. Ақтарды алып жүрді басшы қылып, Махрасар оянған көрсе келіп, атын мініп, киімін қайта киіп, жөнелді іздеп қызды ойнап күліп. Байлаулы ақтар қаяр бірге жүрді, қинамас ұрып соғып мұнда ерді, аңаулап манзал түзге шыққан екен, бұларды келе жатқан көзі көрді. Көрген соң артқан нарын шөгереді, дүниеде алғыс алған көгереді, қасында көп нөкердің тәуір бірін қыз манзал біліп кел деп жібереді. Келеді бір нөкері Махрасарға, айрылмай ақылынан жан шығарма, далада неғып жүрген жансыздар дейді, барасыз және қайда, қай шаһарға. Шаһардан ұрым атты шыққан жанбыз, жоғалттық бір кісіні жапа жалғыз, жоқшымыз, асығыспыз іздеп жүрген, патшадан ерікті болсаң хабар алғыз. Жоғалтып болдық сонан хабар білмес, бар еді-ау жалғыз досым жанға теңдес, диуана қайғысынан болып жүрмін, адамзат ажал жетпей қайтсе де өлмес. Естіп нөкер барды бұл хабарды, Махи манзал ғашық жардан хабар алды, алдынан күзетшілер аттандырып, қыз манзал жолғарға даярланды. Мініпті Махи манзал алтын таққа, Құдайдың кім таласар берген баққа, орнынан ұшып тұрған құрмет етіп, есіктен Махрасар кірген шақта. Отырды Махрасар амандасып, жоғары төрге шықты қадам басып, Махи манзал таныған соң ғашық жарын, отырды өзін өзі әрең басып. Сөйлейді Махи манзал кәріптерге, келдіңіз не жұмыспен осы жерге? Қандай жұрттың адамы сіздер деймін, келгенде білдіріңіз сол біздерге. Сөйлейді Махрасар сонда сөзді, Құдайым әуре қылды дейді бізді, айрылып жаннан тәтті бір досымнан, бір хабар білеме деп тұрмын сізді. Жапанда іздеп соны жалғыз жүрдім, сонда да залмақтардан жапа көрдім, досым үшін мен қинап шыбын жанды, сұрағалы хабарын сізге келдім. Бұйырды манзал патша бір адамға, ақтарды алып кел деп жылдам мұнда, ақтарды алып келді тоқтатпастан, әкелдік деп ақтарды айтты сонда. Сөйлейді сонда сырын ақтарбастан, жасырып білген сырын тастамастан, келгеннен соң айрылдым бұл шаһарға, құр бекер алдым қарғыс екі жастан. Сөйлеген сонда ақтар бастан аяқ, жылайды естіген жұрт манзалдаяп, Махрасар мұны естіп қапаланған, өлімге шыбын жанын жақын таяп. Ойлап ем, қандай жаннан кемедім деп, ақтарға ойланбадым теңедім деп, мінгізді Махрасарды алтын таққа, қыз манзал кәріп болған мен едім деп. Естіп, патша зада есін таңған, қалайық бәрі бұған қайран қалған, манзалдың қыз екенін сонда біліп, шаһар халқы мұны көріп, аң таң қалған. Ағызды Махи манзал көздің жасын, көтеріп Махрасардың жерден басын, жыласып қуанғаннан көрседі, Құдайым сүйген жардан кем қылмасын. Ғаярың аң таң қалар, бұ не кеп деп, жалғанда маған енді тірлік жоқ деп, айтқаны бұрынғының бар емес пе, әуелі жапа көрмей опа жоқ деп. Қосылды үшбу жерде екі ғашық, жолығып Махи манзал мауқым басып, Махрасар қуанғаннан ғашық жарға, жүздері айдай болып нұры тасып. Махрасар патша болды таққа мініп, қосылған ғашық жарға жолы болып, үстінде алтын тақтың ойнап күліп, отырды сол заманда көңілі тынып. Көңілінен қайғы кетіп шаттық кірді, бұлардың шын тілегін Құдай берді, күнәсін ғапу қылып тұтқындардың, жіберді босаттырып ақтар ерді. Қосылған ғашық жарға арманы жоқ, артық Құдай еш басқа жазғаны жоқ, жақсыда кек, жаманда тек жоқ деген сөзінің бұрынғы айтқан жалғаны жоқ.
Сондай боп, дүниеден өтті солар, адамзат дәулет болса көңілі толар, екеуін екі жерден ойран қылған қастығы бір пенденің сондай болар. Сөйледім ишаратпен мұны сізге, бұл қисса мақұл болса көңіліңізге, қылса да қандай қастық ақтар қаяр, босатты іркілместен жалғыз сөзге. Жақсыны жаманменен көргеннен соң, келмек жоқ саған қайтып өлгеннен соң, жамандыққа жақсылық деген қайда, бір Құдай ақырында бергеннен соң. Бұл дүние опасыз ғой бәрімізге, жас түгіл алдау салар кәрімізге, рахатын бір Құдайдан аяйсыз ба, Алла несіп берген соң өзіңізге. Күнәсін сол әкемнің кешіп жібер, жазасын жазалының Құдай берер, шешеңнен өліп жатқан несіп берген, таппас деп ойлайсың ба, Тәңірім шебер. Әңгіме осы қисса сізге жетер, бұл дүние бір керуен бізден дөтер, кескенің пышақпенен өз бармағың, басқаның байқап тұрсаң несі кетер. Артық бақ Құдай берген салтанатың, жайылды заманыңда шеризат атың, өзіңді өзің жойып тастаған соң, басқаға қайдан тиер шарапатың. Мынау сөз жүйесіне түсті дейді, байқап тұрсаң кімде-кім есті дейді, көңіліне қыз Гүлшаттың сөзі үйіп, күнәсін парағзаттың кешті дейді. Күнәсін кешіп, еткен жақсылықты, істеген кешіпті өткен қаталықты, мал мүлкін азат қылып, оны сыйлап, шеризат парағзатты сондай күтті. Адамның ақылы аз надандары, түспейді ишаратқа жамандары, мұратқа екеуі де солай жеткен, осылай болып өткен замандары. Ғибрат бозбалаға айтқан сөзім, жұмылса тіл тоқтайды бір күн көзім, қатесін білместіктің кешіргеннің, ұқсын деп сіздерге айтқан нақыл сөзім.